Бірінші байлық денсаулық 5-ші бөлім. Алдыңғы тақырыптарды бір қарап шығыңыздар, толық түсінікті болу үшін. Енді азық-түлік сапасы туралы жалғастырып жатырмыз. Қараңыздар, дүкендерде 90%, 80-90% біз айттық. ГМО, яғни жасанды азық-түлік емес заттар, бірақ азық-түлік деген аттары бар. Құрамы, дәмі тамақ сияқты, түрі тамақ сияқты, бірақ тамақ емес. Азық-түлік емес. Қарапайым мысал. Сок дейді, натуральный сок дейді. Натуральный сок жаңағы соковыжималкадан шығарған. Таңертең істеген түсте ашып кетеді. Сүт, таңертең сауған сүт түсте ашып кетеді. Бұлар жылдар бойы тұрады ғой. Жылдар бойы тұрады. Неге олар ашып кетпейді? Себебі ол натуральный сок та емес, натуральный сүт те емес. Ол порошок. Міне осыны айтады, ГМО дейді. Яғни түсі, дәмі, товарный вид бәрі тамаққа ұқсайды. Жесең дәмі де тамаққа ұқсайды. Бірақ ол азық-түлік емес. Міне осыны айтады. Яғни жасанды тағамның ол копиясы, жасанды түрде. Искусственный. Қолдан жасалған. Мысалы, былғары аяқ киім қандай киген, қандай жайлы. Ыстық емес, суық емес, терлетпейді басқа. Ал енді резинаны киіп алшы аяғыңызға. Немесе синтетикалық, дермантин, тағы немене жаңағы лакированный, тағы басқа неше түрлі жаңағы бірдеңені ауа өткізбейтін нәрсені киіп алып жүріп көріңізші. 1 сағат жүру мүмкін емес қой. Лақтырып тастап, жалаң аяқ жүріп кеткен. Дәл сол сияқты натуральный деген болады, синтетикалық деген болады. Барлық нәрсеге байланысты. Азық-түлікте де міне осындай. Яғни жасанды жолмен өсірген, жасанды жолмен шығарған, жасанды өндіріс. Міне осылар, мысалы, қараңыздар. Азық-түлікті алыңызда қағазына қараңыз. Неше түрлі нәрселер, анау құрамын енді түгел жазбайды ғой, өте майда, оны ешкім оқып тұрмайды ол жерде. Балаты корзинкасына толтырып салады да, барады да кассадан, оқып қарашы, қауіпті нәрсе бар десе де қарамайды ғой. Не қылады ол, тез алып кету керек, үйіне апару керек, жұмыста тағы басқа жанталасқан өмір ғой. Бұлай өмір негізі дұрыс емес, ол бірақ бөлек тақырып. Енді қараңыз, соның қағазын қарасаңыздар, неше түрлі нәрселер. Консерванты, рыхлители, отбеливатель, усилители вкуса, ароматизатор. Толып жатқан енді бір парақтың жартысын толтыруға болады ананың. Соның бәрі не? Оның бәрі химия. Оның бәрі оның бәрі адамның денсаулығына да өміріне де қауіпті. Содан кейін, соның бәрін жегеннен кейін ол тамақ емес ол. Ас емес, ол Соның бәрін жеп алғаннан кейін не болады? Аллергия болады. Неше түрлі расстройство болады. Асқазан, бауыр, бүйрек, ішкі органдардың бәріне зақым келеді ғой. Бірақ ол бірден емес. Бірден болса жүгіріп барып айтасың ғой, кеше мен мынаны алып едім сізден, бәле осындай асқазанды, жылдар бойы кетеді ғой. Өмірі қысқарады адам. Міне мәселе қайда? Хронический жаңағы созылмалы сырқаттарға айналады. Ешкім оған дәлелдей алмайды. Ана жерде мен дүкендерден азық-түлік алып жатырмын. Солардан мынандай зиян келіп жатыр деп ешкім айта алмайды. Міне бұл бизнес, бұл үлкен бизнес. Әсіресе біздің елде бизнес. Біздің елде басқа елде өтпейтін, сұрыптаудан өтпейтін азық-түлік біздің елде өте береді. Қарапайым мысал, энергетический напитоктерден однелік болып кетіп жатқан жастар, студенттер, оқушылар, жүргізушілер, тағы басқалар. Рас па? Рас. Нақты осы өмірден біздің елдегі мысал. Енді жаңағы азық-түліктің құрамын айттық. Неше түрлі жаңағы химиялық заттар бар екен. Ол не үшін? Әдемі түр, дәм, жаңағыдай товарный вид, бұзылмас, ұзақ жылдар бойы сақталу үшін. Ол сонда халықтың денсаулығын ойлап тұрған жоқ ол өндіруші. Ол өзінің қалтасын ғана ойлап тұр. Ал енді оны неге біздің елге өткізеді деген сұраққа ол ана жоғары жақтағы сыбайлас жемқор азғындықтарға қою керек. Олар ешқайсысы халықтың денсаулығын ойлап жатқан жоқ. Тіпті денсаулық саласының өзі, осы мәселенің өзі қарапайым мысал, күнде айтып дәлелдеп жатқан жоқ па?
қаншама жылдан бері қанша миллиард ақшаны тек қана халықтың қалтасын жымқырумен айналысып келе жатыр. Солардан денсаулық туралы, азық-түлік сапасы, дәрі-дәрмек сапасы туралы сұрау енді ұят болады ғой, олардан сұрау. Өте ұят болады. Ыңғайсыз болады олар. Міне. Ақша туралы сұрауға болады. Міне бізде мәселе қайда жатыр. Сондықтан ас адамның арқауы деген, біз басты адамның денсаулық, сырқат қайдан келіп жатыр дегенде міне осы сапасыз азық-түліктер, балалар жеп жатқан, мейлі ол детский питание болсын, балалар күнде алып жеп жатқан, немесе ішімдіктер болсын, сусындар болсын, басқалар болсын, ең бірінші қауіп осы жақтан келіп жатыр. Бізде мысалы мынау Қытайдың өздері жемейтін, тіпті енді мына жерде айтуға болмайды, енді өте бір ауыр нәрселер. Өздері жемейтін нәрселер бізге айдай берді. Неге? Қазақстан алып кетеді дейді да, ана жерге бөлек қояды да оны. Қазақстанға береді олар. Қазақстанға деп арнап ең зиян, ең қауіпті, ең лас нәрселер біздің елге өте береді. Ал енді олардан бұрын соның бәрін жол ашып қойған, ол шекарадан бастап біздің дүкендерге дейін, дүкеннің полкасына дейін жол ашып қойған сыбайлас жемқор азғындарға қоятын сұрақ бұл.